Қалампырдың бір жылдық және көп жылдық сұрпы аз емес. Оның Азияда, Африкада, Еуропада шөп және бұта болып өсетін 300-дей түрі бар. Солардан бұрынғы КСРО жерінде шығатыны 80-ге жетеді. Өсімдік топтанып өседі, гүлінен эфир майы алынады. Қалампырдың бірнеше түрі декорация ретінде теплицаларда, құмыраларда өсіріледі, кейде шалабұта түрінде кездеседі. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі. Бойының биіктігі 15-50 сантиметрдей, жапырағы таспа немесе қандауыр тәрізді болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезде жинай бастайды. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге ат салысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қалампырдың емдік қасиеттері өте жоғары. Халықтық емде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін біраз қас қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз улығанда, кәріз түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін 1 тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталап, содан соң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, аузыңыздың тез-ақ жазыласыз. 13 ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы эвгенол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамындағы эвгенол заты бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға болады. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынадай дәрі жасауға болады. Әйнегі тысқа 0,5 шай қасық қалампыр ұнтағын 0,5 шай қасық кокос майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткасымен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен әріңді, бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларына да қалампыр майымен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қан диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттер арқылы салқын тию мен тұмау кезінде тез сауығыңызға септігін тигізеді. Ерлерге пайдасы. 2-3 хош иісті қалампырды қолдану ерлердің негізгі жыныстық гормоны болып табылатын тестостерон мөлшерін көбейтуге көмектеседі. Темекі шегетін еркектер үшін қалампырды шайнау бұл жаман әдеттен бас тартуға көмектеседі. Бұл темекі шегудің әсерінен арылуға жақсы көмектеседі. Мысалы, бұл өкпені тазартады және жөтелден қабынуды азайтады. Сондай-ақ қалампыр жаттығудан кейін ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Бұл сондай-ақ бұлшықеттердің тонусын көтеруге және дене массасын жинауға жақсы көмектеседі. Зауыт ерлердің денсаулығын сақтауға көп жағынан жақсы көмектеседі. Қалампыр шынымен де әйелге де керемет ем болады.
бедеулік жағдайында ол ресми түрде қолданылады. Ол басқа шөптердің инфузиясымен қолданылады. Циклді қалыпқа келтіру үшін қалампырды қолданылады. Бұл әртүрлі қабынуларға, менопаузаға көмектеседі. Жатырдан тыс жүктілік қаупін жояды. Жұқпалы аурулардың алдын алады. Қанаптың бұлшық еттерін жақсы күшейтеді. Косметологияда қалампыр майы көбінесе жақсы қолданылады. Оны балшықпен ашытылған сүт өнімдері мен әртүрлі маскаларға қосады. Оның керемет антисептикалық әсері бар. Ол қара нүктелермен белсенді күресу үшін жақсы көмектеседі. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.